өрістің бағасын қадір білу үшін біз бұрынымызды жаңғыртуымыз керек. Қазақтың ертегісінің барлығы басы қиыншылықпенен басталып келеді де, соңында әркім мұратына жетеді. Қолымыздан келгенше қазақы тәрбие беруге, қазақша өсіруге балаларымызға бар күшімізді саламыз. Басқаша болуы мүмкін емес. Мен сіңлім екеуміз ертегі тыңдап өскен қыздармыз. Сондықтан да болар, біз әлі күнге дейін ғажайыпқа сенеміз, көп армандаймыз, қиялдаймыз, мейірімділікке, жақсылыққа сенеміз. Еліміз үшін, жеріміз үшін адал еңбек ету. Бала кезінен бері маған ата-анам тәрбиелегенде осындай сөздерді айтқан. Бір адамдарды құтқарып, болмаса жақсылықтың көзін ашып, тіпті жәндіктерге зиян келтірмесем екен деп сөйтіп өскен бала болғандықтан бұл жобаға мен шақырту алғаныма өте қуаныштымын. Өйткені бала армандап өсу керек. Менің атам әлі есімде бар, домбыраны ұстап, ертектерді әндетіп айтқан. Кішкентай кезімнен әлі де есімде, әлі де қалып қойған құлағымда. Бесіктің тербелісіменен қазақтың ертегі айтқандағы ертегінің сарыны өте дәл келеді. Сол ертегінің сарынында шыққан күйлер ертегінің желісіне сай келіп тұрады. Шабыттанып, кәдімгідей өзімді сол оқиғаның ішінде жүрген сияқты айттым, айтуға тырыстым. Адамды жамандыққа шақыратын ертегі жоқ. Барлық ертегі адамды жақсылыққа, ізгілікке, игілікке бастайды. Біз балалармен бірге екінші рет білім алғандай болып отырамыз. Түйгендеріміз баладан да мол болады деп ойлаймын. Ертегілерді қазіргі заманда, менің ойымша қазіргі таңда көптеген адамдар айта бермейді балаларына, немерелеріне. Соны жандандырған дұрыс деп ойлаймын. Менің ойымша сіздің балаңыз ертең елге сүйкімді, елге, халыққа қалаулы адам болсын десеңіз, сол халықтың түп тарихында жатқан дүниелерге бір үңілгеніңіз дұрыс болады. Ертегіге, жырларға, аңыз әңгімелерге бой ұсынып өсетін ұл мен қызды тәрбиелейтін болсақ, онда біздің келешегіміздің жарқын болатынын көруге болады. Өскелең келе жатқан мынау модерн заман, қазіргі заманның кішкентайлары, олар қарапайым тілмен тыңдап отырып көз алдына елестете алатындай жағдайды оқып берсең, оны қабылдай алады ғой деймін. Қазақтың әрбір қара көзі, әрбір қара домалағы біздің ертеңгі болашақ ұрпағымыз. Бүгінгі күн, ертеңгі тарих. Балаңыздың ой өрісі кең, танымы мол болсын десеңіз, балаңызға ұмытпай осы ертегілерді оқыңыздар. Қазақстандағы барлық азаматтар да өзіміздің қазақ ертегілерін дамытуға кішкене болса да үлесін қосса деген ойдамын. Жоғалып бара жатқан, ұмытылып бара жатқан ертегілерімізді осы жоба арқылы қайтадан жаңғыртсақ, керемет емес пе? Техникалық әлеуметтік желілердің соншалықты дамығандығы осындай бір бөлек жобаның болғанында мен қуантып жатыр. Ертегіден халықтың әр кездегі тұрмыс тіршілігі, ой арманы, қоғамдық өмірі, дүние танымы көрсетіледі. Сондықтан келер ұрпақ бойына ұлттық идеяны, ұлттық идеологиямызды сіңіру үшін ертегі оқуды отбасынан бастайық. Қадірлі апалар, әжелер, балаларыңызға ертегілерді оқуды ұмытпаңыздар. Өйткені бүгінгі өмірге бұл өте қажет нәрсе. Балам екеуміз бірге тыңдап өсетін болдық. Ол да бір жақсы, ол да бір уақыттың бір жақсы емшісі деп ойлаймын. Қазақ ертегілерін ештеңе жетпейді. Қазақ ертегісімен өскен баланың ертеңгісі жақсы болады ағайын.